Көгімізді жақсылап жуып, кептіріп, тураймыз. Егер сізде уақыт аз болса, осылай самсаны пісіріп алыңыздар, тез болады. Осы каналымда сіздерге керек болатын рецепттер бар. Тіркеліп, сақтап алыңыздар. Пиязды ашылап, тураймыз, осылай майдалап. Бәрін турап болдық. Міне. Осылай турап шығамыз. Қазанымызға бір пиала май құйып, қыздырамыз. Қызып тұрған майға пияз салып құямыз. Пиязымыз бәрі қызарған соң, үстіне туралған көктерімізді саламыз, астын өшіріп, өзінің қызуымен екі араластырып қоямыз. Қамырына тек су, тұз салып, қамыр илеп тұндырамыз. Жуалаға бөліп, қамырымызды жаямыз. Осылай жұқа етіп жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кесеміз. Осылай кесіп аламыз. Енді осы қамырларымызға дайындалған көгімізді саламыз. Осылай саламыз. Бұлай түйеміз. Бәрін осылай түйіп шығамыз. Мына түйіп болдық. Енді осыны қызып тұрған сковородкаға кішкене май жағып, алдыны, артыны пісіріп аламыз. Аударып, артыны пісіреміз. Пісті. Самсамыз дайын. Тандыр жоқ болса, осылай сковородкада пісіріп алсаңыздар болады. Ас болсын.